Туран университеті қабырғасында білім алатын студенттің жан-жақты дамуына мүмкіндік зор. Ол қалай дейсіз бе? Жауабын білу үшін ұйымдар жәрмеңкесіне келіңіз. Әр күніңіз қызықты және жаңа эмоцияға толы болып қана қоймай, би билеуді, ән айтуды, ұшқыр ойлауды, шешен сөйлеуді үйренесіз. Бүгінде Туран университетінде индивидуалды жетілуге жол ашатын 24 ұйым жұмыс жасайды. Атап айтсақ, Сириус, Энактус, Туран театралды студиясы, Уизлав Туран және тағы басқалары. Университет белсенділері ерекше класспен өз ұйымдарын таныстыруда. Көңілді бағдарлама, жаңа достар, қуанышқа толы атмосфера сізді күтуде. Екі организацияға тіркелдім. Волонтерствоға, сосын және организациялық фондқа. Себебі мен қайырымдылық қолына адамдарға көмектескім келеді. Бүгінгі ұйымдастырылып отырған жәрмеңке жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Атап өтетін болсақ, біздің Сириус интеллектуалды пікірсайыс клубына 100-ден астам студент тіркелді. Яғни біздің пікірсайыс клубымыздың өзге клубтардан ерекшелігі, біз қалалық және сонымен қатар республикалық, халықаралық турнирлерге қатысамыз, өзімізге жақын достар табамыз. Және де біз логикалық ойлауды, сөз өнерін, өзін сахнада ұстау мәдениетін, және де білім қуалау арқылы, логикалық ойлау арқылы адамдардың санасын, сонымен қатар халық алдында сөйлеу өнерін жақсартатын боламыз. Театральная организация біздің ұйымға 2 күнді санағанда 120-ға жуық балалар жазылды. Олардың арасынан біз алдағы уақытта кастинг жасап, ең таланттыларын, ең дарындыларын, ең мықтыларын таңдап алатын боламыз. Одан кейін бірге жұмыс жасаймыз. Биыл жәрмеңкеге келген студенттердің саны өте көп. Ұйымдарға тіркелу барысында белсенділік танытты. Нақтырақ ұйымдастырушылардың пікірлерін тыңдасақ. Бұл ұйымдардың ярмаркасы бірінші курсқа түскен студенттерге болашағына жаңа бағдар беру үшін, болашағына айқын қадам жасау үшін көмектеседі. Біздің университеттегі барлық ұйымдар дерлік университетте және республика бойынша тіркелген. Олар міндетті түрде өз қызметтерін атқарып, жылдың соңына дейін өздерінің жылдық процесстерін қорытып, жыл соңында жыл белсендісі атағын беріледі. Первокурсников записалось на организации более 800 человек. То есть этот поток, он очень активный, и мы надеемся, что они станут лицом университета в будущем. Саяна, сен бірінші курста қанша ұйымға мүшелік еткен едің? Прогресс болды ма? Иә, бұлай, 5 ұйымда қызмет еттім. Өзің байқағандай, үлкен көмегін тегізді. Барша бірінші курс студенттеріне қадамдарыңыз нық болуын, шексіз шабыт, талмас талап тілейміз. Жәрмеңкеге келіңіз, көріңіз, қапыда қалмаңыз. Сіздермен бірге болған Абылай Серік, Саяна Сейтқожа, арнайы Туран Channel үшін.